Мен тарака салата алейя хатиа тариқал жанна дейді пайғамбарымыз айтады. Кім маған салауат айтуды тастап қоятын болса дейді, ана қорқынышты. Маған салауат айтуды тастап қоятын болса, хатиа тариқал жанна, жәннаттың жолынан адасып қалыпты дейді. Кім салауат тоқтатса, жәннаттың жолынан адасып қалыпты дейді. Сондықтан жәннатқа апаратын жолдардың бірі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, пенде қашан салауат айтып отыра береді дейді, оның жанына періштелер келіп, ол кісіге салауат сәлем айтып тұрады дейді, истиғфар айтып тұрады дейді. Не, ол кісі тоқтатып азайтады дейді, не, қойып қояды дейді. Қашанғы айта береді салауатты, ана періштелер не істей береді дейді, анаған салауат айтып тұрады дейді, жаңа салауат айтқан кісіге истиғфар айтып салауат айтып тұрады дейді. Пенде өзі тоқтатып азайтып қояды дейді, не, мүлдем қойып тастайды дейді. Қашан қойып тастағанға дейін анау періштелер тоқтамайды дейді, ана қараңыз. Сондай ұлы ғибадат көрдіңіздер ме? Жер бетінде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жер бетін кезіп жүретін періштелер бар, сендердің салауатыңды маған жеткізетін дейді. Сахабаларға айтып жатыр. Сендердің салауаттарын жердің бетін кезіп жүріп маған жеткізетін періштелер бар дейді. Соның барлығына менің Алла рухымды қайтарып жауап берем дейді. Сахабалардың біреу сұрайды, Алланың есі қалай жауап бересің, шіріп кетесің ғой дейді, мәйт болып кетесің бе дейді. Алла пайғамбарлардың денесін жерге шіруге харам еткен дейді, мен жауап берем барлығының сәлеміне дейді. Пәленшенің ұлы түгенше сәлем айтып жатыр, Алланың есі деп періштелер алып барады сәлемді. Ва алейкассалам ва рахматуллахи ва баракату, пайғамбар не істейді? Жауап қайтарады. Қандай рахат. Тіпті екі періштені жаратып қойған дейді пайғамбар хадисінде айтады. Кім маған салауат айтса, бірінші періште дейді, ғафараллаху ләка деп дұға қылып тұрады дейді, бір салауатқа. Саллаллаху алейхи уассалам, жаңағы періштеге сіздің салауатыңыз жеткізіледі. Сонда ана періште не деп айтады дейді, Алла сені кешірсін деп айтады дейді, салауат айтқандығың үшін. Дүниедегі күнәңді кешірсін деген кезде екінші періште бар дейді. Яқулуллаху ва куллу малаикатин амин дейді. Ана екінші періште амин деп айтады дейді. Сол кезде Алла тағала және оның бүкіл періштелері әмин деп айтады дейді. Мына бірінші періште кешірсін Алла сен деді ғой, екінші періште әмин деп айтады екен. Мынаған жауап беріп жатыр. Бір-бірімен бүйтіп байлап қойған. Оған Алла және оның періштелері тағы да әмин деп қосылады дейді. Болды ғой енді. Алла тағала әмин, оның періштелері әмин деген, сіз кешірілмегенде кім кешіріледі иншалла. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттардың берекет екен. Кім енді жаңа 100 салауат ауыр болып кетті ғой ұстаз, бір шамал азайтпайсыз ба деп айтқан адамдар болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, кім таңертең таң атқан кезде 10 салауат айтып қойса, кешкісін тағы бір 10 салауат айтып қойса маған дейді, онда оған міндетті түрде менің шафағатым нәсіп етіледі дейді. Біраз нәрсе туралы айттық, салауат туралы. Енді ол иншалла айтыла береді, әлде де мәуліт айы ғой енді бұл. Енді бұл мәуліт айында ғана салауат айтып қалған уақытта салауат айтпай деген жоқ. Бұл өмір бақи айтылу керек салауат.